Сәлем достар, біз сіздермен кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың орналасуын жағдайын қарастырудамыз. Бізге үшінші жағдай берілген, яғни альфа жазықтығының теңдеуі, L түзуінің теңдеуі. Бұл жерде альфа жазықтығы мен нормаль екеуі, нормаль вектор әрқашан перпендикуляр болатынын ұмытпауымыз керек. Және L түзуіне бағыттаушы P векторы олар параллель болатынын ұмытпауымыз қажет. Енді біздегі үшінші жағдайдың шарты, бұл жердегі нормаль вектор мен P бағыттаушы векторлар перпендикуляр. Және L түзуінің бойындағы M0 нүктесі альфа жазықтығына тиісті болсын. Олай болса, L түзуінің бойындағы M нүктесі альфа жазықтығына тиісті болса, онда L түзуі толығымен альфа жазықтығында жатыр деген сөз. Яғни L түзуі толығымен альфа жазықтығында жатыр. Олай болса, бұл жерде нормаль вектор мен P бағыттаушы вектордың скаляр көбейтіндісі 0-ге тең болу керек. Яғни, осы екі вектордың сәйкес координаталардың көбейтіндісінің қосындысы 0-ге тең. Яғни, MA қосылған NB қосылған KS тең болады 0-ге. Және M0 нүктесі альфа жазықтығына тиісті болса, M0 нүктесінің координатасы, оны еске салсақ, M0 нүктесінің координатасы X0, Y0 және Z0. Осы нүктенің координатасы альфа жазықтығына қойған кезде мәні 0-ге тең болу керек. Олай болса, X, Y, Z-дің орнын X0, Y0, Z0 мен алмастырамыз. Сонда A, X0 қосылған B, Y0 қосылған C, Z0 қосылған D тең болады 0-ге. Осы теңдеулер жүйесі орындалатын болса, онда L түзуі толығымен альфа жазықтығында жатыр деген білдіреді. Яғни, бұл шарт түзудің жазықтыққа толығымен тиісті екен білдіреді. Балалар, біз сіздермен кеңістікте түзулердің өзара орналасу жағдайларын қарастырдық. Соның ішінде L түзуі толығымен альфа жазықтығында жататындығын қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңдар.